Ассалаумағалейкум барша қазақ елі және арнам жазушылары. Бүгінгі міне қазан айының 9 күні екі қошқар алып келдім. Мына көк қошқарды бір кісіден Аман деген ағайдан сұрап алдым. Ағамыздан күземжін қырқып қойған екен. Соны бүгін қойларыма қосып жатырмын. Күйік басталып жатыр. Қазан айының 9-нан бастап жатыр. Биыл ертерек болсын деп, ертерек ысыға қалып қоймайық деп. Бұл енді мынау сектер қазір шығарып жіберем. Қойдың арасына қосқаннан кейін секті бөлек шығарып жіберем. Әйтпесе бұлар мына екі қошқарға кедергісін жасайды. Мынау екінші өзімнің сатып алған қошқарым. Бұл да тоқты қошқар. Дей тұрғанмен келесі жылы бұйыртса өсер. Бұл көктемде туған қозы. 6 айлық қозы енді. 6 айдың үстінде ғой енді. Мына көк қошқар, бұл қыста туған қошқар дейді. Бұл да биылғы қозы негізі. Бірақ бұл қыста туған дейді. Бұл белсенді кішкене. Жаңағы төбел қошқарға қарағанда келгеннен белсенділік танып жүр. Қанша дегенмен тәжірибесі болар енді бір. Қойдың арасынан келіп тұрған қошқар ғой. Қошқар айырмайтын жерден. Мынау биылғы бұлар тұсақтар ғой негізі. Былтырғы қозылар мынау тұрған. Тұсақтай туып кішкене өспей қалды. Мынау енді үлкен қойлар. Кішкене бой үйретіп алсын, сосын өсіне кірісті ғой. Бір қойды кетті деп есептейміз. Айттым міне. Мынау бәле үлкен бұрын қошқар болған, бұл қақпашатын қошқар ғой. Қыстырылысып өз кедергісін жасайды деп. Сондықтан қазір бұл қошқарларды айырып тастаймын. Бұл екі секті шығарып тастаймын бөлек. Сосын күнде кешкісін қошқарларды үйден алып, жем салып, шөуін беріп, суын беріп, үйден ұстаймын да кешке келгенде қосып тұрам ғой. Жақсы, әзірге осы. Сау болыңыздар. Келесіде көріскенше.